Қателік азабы кейіпкердің айтуымен жазылған. Өмір түрлі жол арнасына салатын бағыт. Сол өмір жолында жүріп жан күйзелісімен қатар жан жарасымен жүру азаптың азабы екен ғой. Қазіргі таңда Facebook, Instagram, YouTube желісінен жездеммен көңілдес болдым, әкем неше жыл зорлаған, ағаммен қатынаста болдым деген түрлі оқиғаларды оқығанда төбе шашым шымырлап кетеді. Біз қазақ баласы да осындайға баратын болдық па? Мұндай жағдайлар біздің ұлтта да болды ма? Олар қайдан пайда болды? Не деген сұмдық деген оймен отырып, өз отбасымда болған жағдайды есіме алып жүрегім қан жылайды. Айтсам ба, айтпасам ба деп мың ойланып, жүз толғанып, ақыры сол бір азапты қателік жария етуді жөн көрдім. Біз бір елдің алды, бір елдің арты, қарапайым тіршілігі бар көп балалы отбасынан едік. Әкем қызметкер, ауылда беделді азамат. Анам отбасының қамымен жұмыс жасаған жан. Бала шағасын өсіріп, тәрбиелеп, үлгілі ана, ардақты жар еді. Сонау зұлмат заманнан соң әкемнің ағайынды бір таланысы болды. Сонда ол кісі әкемнің туған ағасының баласы. Екеуі бірін-бірі пана тұтып, қатты жақын болды. Қанымыз бір, әкелеріміз бір туған деп бір-бірінің көңілін аулап, ренжіспей сағынысып отыратын. Қуаныш қайғыны тең бөлісіп, араларын алыстатпай бір ауылда, бір көшеде қатар қоныстанып тұрды. Біз әкемнің інісін көке деп атадық. Көкем де көп балалы ұлы қызы аралас ұрпақты болды. Бала шаға араласып өсіп жаттық. Менен үлкен 4 апайым болды. Үлкен 2 апаларым тұрмыста, балалы да болатын. 3-ші апам қалада жоғары оқуда еді. 4-ші апам училище бітіріп, ауылда бухгалтериялық жұмыс жасап жүрген болатын. Әкем екеуі бір әкімшілікте кеңесте жұмыс жасады. Сұлу, әрі жуас, көрікті қызын әкем көз алдынан таса жібермей бірге жұмыс жасады. Апамның ерсі қылығы жоқ, өте тәрбиелі, ұстамды болды. Талдырмаш, ұзын бойлы, өте ажарлы. Апама талай жігіттің көзі түссе де, апам мойын бұрып сол жігіттермен сөйлеспейтін еді. Анам әрдайым бізді тәрбиелеп, үлкен қыздарға түрлі бәледен сақ болыңдар деп ескертіп, әрі қатал ұстады. Қыздар үйге келсе жұмысқа салып шаруа істететін. Жөнсіз көше қаңғып, кино, дискотека деп селтеңдетпеді. Қандай да бір кеш туған күн болса, апайларым жалынып сұранып, уақытша белгіленіп берілген сол уақыттан кеш қалмай келетін. Әкем де бізді қыз бала деп аяп отырмай жұмысқа салатын. Жұмыстан адам өлмейді, маған көрсетші жұмыс деп өліпті деген адамды еңбек ол ертең жер асын деп жұмсап жұмыстарды бөліп беріп, сол жұмыстың тыңғылықты жасалғанын қадағалайтын. Ер жеткен соң әрине біз ата-анамызға сол еңбекке үйреткендеріне алғыс айттық. Жұмыстан қорықпай, жалғауланбай істейтініміз, еңбекқорлығымыз расымен бізге өмірлік азық болды. Ел қатарлы күнделікті шаруамызды атқарып, тыныш өмір сүріп жүріп едік. Бірде отбасымызда сұмдық жағдай болды. Менен үлкен апамның іс-қимылының өзгергені, дене мүшесінің толғаны біліне бастады. Анам басында жас қыз толып кеткен болар деп ойлап, қызым, сен не толып кеткенсің бе? Өтпелі кезеңнен өтіп кеттің, енді бойыңды жина, аздап аузыңды тый, сен бой жетіп отырсың, іркілдеп семіріп кетпе, сосын арықтай алмай қиналасың деп ескертті. Апам қып-қызыл болып, иә анашым, толып кеткен сияқтымын, мақұл аузымды тыймасам болмайтын сияқты деп денесін сипалап қойған. Бірақ апам арықтамады. Мен апамнан біршама жас кіші болсам да, басқа апайларыма қарағанда сол апамды артық жақсы көрдім. Апама өте жақын, жаным ашып тұратын. Біз сырлас болмадық. Апам мені кішкентай деп санады. Апам сабырлы, өте ақылды, жанашыр, өте мейірімді еді. Еш уақытта ұрсып дауыс көтерген емес, қамқоршы еді. Сол оқиға болғанда мен 10 жасқа келген кезім еді. Апамны түнде тұншығып жылап жататынын көріп жүрдім. Киім ауыстырғанда ішін тартып байлап, сосын сыртынан киім киетінін көрсем де, қампиған қарнын тығып жатыр деп ойлап. Бір күні апам моншаға түсіп келіп, киімін ауыстырып жатқанда анам бөлмеге кіріп келді. Киімін жартылай ауыстырып тұрған апамды көріп, жанына жетіп келіп, көзі шарасынан шығарды, шошып кетті. Бейшара анам алдымен есеңгіреп, өз көзіне өзі сенбей мелшиіп тұрып қалды да, сосын барып апамның білегінен шап беріп ұстап алып, ішінен көзін
алмай тілін жұтып не айтарын білмей тесілді. Апам халатынмен ішін жауып белдігін байлап қорқып тұрған. Анам шапалақпен салып кеп қалды. Апам шапалақтап барып бетін ұстап тұрып қалып еді. Анам халатын ашып жіберді. Көзі алайып, түрі қорқынышты болып, «Ей, аяуан, мынауың не? Ей, сен не екіқабатсың ба не? Сен не істеп жүрсің? Ей, қарабет!» деп анам апамды тағы да бірнеше рет шапалақпен салып жіберіп, шашынан шап беріп, ұстап еңкейтіп, тізерлетіп жерге отырғызды. Мен анамның сол түрінен қатты шошыдым. Анам әсте бір жан алатын адамдай болып, қаһарына мініп, өте ашулы болды. Мен шырылдап жылап жіберіп едім. Анам маған жалт қарап бөлмеден шығуымды айтты. Мен шыға алмай бұрышқа тығылып бақырып жылай бердім. «Айуан, сен бізді өлтірдің-ау, Айуан! Әкеңді өлтірдің ғой, кім ол, кім?» деп анам апамды бірнеше рет ұрып жіберді де, маған жетіп келіп білегімнен тартып бөлмеден шығарып жіберді де, есікті жауып алып апамды жақсылап сабады. Мен өзімнен кіші іні-сіңлімді құшақтап зәрем ұшып жылап отырдым. Анам апамның бөлмесінен өлетін адамдай болып былқ-сылқ етіп жұлбасы шықты да есік түбіне отыра қалды. Анамның сол бейнесі мәңгі санамда қалып қойды. Анашым апам сабап ұрып тұрып, өзі таяқ жеген адамдай болды. Тірі өлік болып, көзі алайып, өкіріп жылап ұзақ отырды. Мен жылағанымды тоқтатып, не анамды жек көре алмай аядым, не апама бара алмай қорқынышты күйге түстім. Мен өлдім, сен, Айуан, бізді тірідей көмдің. Әкене не айтам? Әкеңді өлтірдің сен, албасты. Әкене қай бетім мен айтам, қара бет болдық деп анам бетін басып алып өкірді. Анам бізді тез киіндіріп көкемнің үйіне апарып тастады. Мен үйден кетіп бара жатып апамның бөлмеде сұлық жатқанын көрдім. Қасына барғым келсе де анамнан қорқып бармадым. Анам бөлмеге кіргізбей бізді үйден тез ертіп шықты. Көкемнің үйіне қалдырып өзі асығыс үйге кетті. Әкем бір жұмыстармен жол жүріп кеткен, келетін уақыты болып қалған. Кеш батты, анам келмеді, түн болды, анам келмеді. Ертеңіне мен таң ата салысымен өз үйіме жүгіріп келдім. Өз үйіме келгенде сырттан кіретін есік ілгекпен ілінетін. Сырттан қуыстан ілгекті таяқпен оңай ашып кіре алатынбыз. Мен есікті ашып үйге кіргенде ас бөлмеден әкемнің ашулы дауысын естідім. Есікті ашып кіріп барғанымда көріністен шошып тұрып қалдым. Анам жерде шашы жалбырап қисайып жатыр екен. Әкем ұрды ма, тепті ме, түсінбедім. Әйтеуір жаман көрініс. Әкем анама төніп, «Сен не қарап жүрсің?» деп ақырып жұдырығын анама жақындата келіп, маған жалт қарап, «Шық бар далаға, жап есікті» деді. Мен мелшиіп, не шыға алмай, не айқайлай алмай, не жылай алмай бақырайып шошып тұрып қалдым. Әкем анамды итерді де далаға шығып кетті. Әкемді мен танымай қалғандай болдым. Әкем сыртта шығып кеткен соң мен жылап жібердім. Анама жаным ашып кетті. Анамның көзі қызарып ісіп кеткен, көйлегі жыртылған, жақсылап таяқ жегені көрініп тұр. Анамды орнынан тұрғызып едім, көйлегімді әкелші деп анам біртүрлі дауыспен айтты. Сол үрей мен қорқынышты сөзбен жеткізу өте қиын. Ертесі анамның беті көгеріп, адам көргісіз бейнеге түсті. Сол күннен кейін сұмдық күндер, қорқынышты күндер басталды. Біз үйде жоқта анам апамды сұрақтың астына алатын, сабап та тастайтын. Мен апамның таяқ жегенін көріп жүрдім. Апамның да беті көгеріп қызаратын кездері жиі болды. Анам апамнан, «Баланың әкесі кім? Кім сенің етегіңді ашты?» деп қанша сұраса да апам жақ ашпады. Анамның көзі құрғамай, тіпті үйден шықпай қоятын кездері болды. Ол кезде босағада отырып, қызы жүкті болыпты деген масқараның масқарасы еді ғой. Оның үстіне әкемдей беделді азаматтың қызы сондай болды деген өліммен тең. Қазіргі уақыт болса әлде қандай болар ма еді. Қара тұяқ қарынды жатпайды демекші, апам бөпесін аман есен босанды. Шегесі торсықтай ұл тапты. Тығып жасыратын жер жоқ, апамды үйге әкелді. Біз баламыз, бөпе келді деп қуансақ, әкем мен анам жер болып көшеде жүруден қалды. Мен әкемнің қора артында
ешкімге көрсетпей талай егіліп жылағанын да көрдім. Анамның қаншалықты қиналғанын, өзін қаншалықты кінәлі санағанын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Апам болса өмірден баз кешкені қашан бұрынғыдай жарқырап күлмейді. Бөпесін құшақтап үйден шықпайды. Әкем апаммен бірге бір дастархан басында отырып ас ішпеді. Әкемнің көзіне апам түспеуге тырысып тығылып жүретін. Тіпті бөпесінің әкем барда дыбысын шығармай, жылатпай, дымын шығармай, қораға, басқа бөлмеге тығылып естіртпейтін. Бала өсті, аяғы шығып бөлмеде тығылып отырмайтын болды. Үйден шығармай, қақпадан шығармай тығып өсірсе де, ойын баласы көшеге қашып шығып кететін. Апам кір жуып бір шаруамен айналысып көз жазып қалғанда балақай көрші балалармен ойнап кететін. Апам өте пысық, істеген ісі тиянақты, ата-анама нағыз қамқоршы болған. Ер адамның шаруасы болсын қопарып тастайтын. Шөп шабу, шөп жинау, қи ою, ағаш жару, лай сылау, қыша жасау деген жұмыстарды былқ етпей өте жақсы жасайтын. Қолынан келмейтін шаруасы жоқ еді. Асты да дәмді пісіріп, нанды жауып, кірді шатырлатып жуатын. Үй әктегеннің өзі ерекше болатын. Бір айғыз түсірмей теп-тегіс таза жасайтын. Үй шаруасының көбін апам атқарып, анам демалып та алатын. Қабақ түйіп шаршадым деп айтқан емес. Қанша ұрып-ұрсып жатса да тіл қайтарған емес. Мен апамның сол мінезіне тәнті болатынмын. Апам сұлу әйел болған соң тіптен ажарланып ерекше болып жүрді. Таяқ жеп бас көтере алмай бізбен бірге бір дастарханнан ас ішпесе де, апамның өз бойында ұлына деген махаббат пен бақыт болды. Азабын жалғыз тартып бар күйігі ішінде сыр бермейтін. Мен бала болған соң апамның жағдайын нақты түсінбесем де қиналып жүргенін сездім. Адамдар не деген қатыгез болады екен. Бөпемді қол арбасына салып алып дүкенге болмаса мектепке апарсам кейбір оңбаған әйелдер тоқтатып, әй бері келші, бері кел деп балақайға тесіліп қарап сыбыр-сыбыр сөйлесетін. Мен бұл жақсы нәрсе емес екенін түсініп, інімді қорғаштап көрсетпей ашуланатын да болдым. Тәп-тәпті сүйкімді жиенім періште ғой, балада нелері бар екен. Менің мінезім тік батыл едім. Сескеніп жалтақтауды білмейтін ер мінезді болып өстім. Сол мінезіммен жиен інімді қорғаштайтынмын. Сондай сыпсын сөздер анам мен әкемнің де құлағына жететін. Ата-анам маған баланы көшеге шығарма деп те ұрысатын. Аяғы шыққан тәтті балақайды қамап ұстау қиын. Көшеге шығармасақ көрші әйелдер сыпсыңдап үйге келіп те балаға қарап отырып, кімге ұқсап келеді, пәленбайға ұқсай ма, ай жоқ түгенбайға келетін сияқты. Қызын әкесі кім екенін айтты ма, Құдай-ау әлгінің аузынан түсіп қалғандай деп анамның жанды жеріне тиетін. Сондай сөз болған күні апатайым тағы соққы жейтін. Әкем жылап еңіреп отырып та жалынып та баланың әкесі кім деп сұрайтын. Апам жақ ашпайтын. Анам бейшара алдап та сұрады, жалынып та сұрады, ұрып та сұрады. Апам үндемейтін. Таяқ жеп жатып жақ ашпайтын. Көршілер Титти баланы өз немерелерімен ойнатпай ала көздеп бөлетін болған. Титти бала сол алалықты түсінбей үйге талай жылап келетін. Апам ұлын құшақтап алып бірге жылайтын. Ауыр да азапты күндер өтіп жатты. Жазықсыз балақай қу пендешілікпен адамдардың жасаған опасыздығынан зардап шегіп жүрді. Әкем беделді болған соң уақыт өте келе көршілеріміз аздап басылғанымен сүмендеген өсекшілер, отқа май құйып бықсытқыш әйелдер басыла қоймады. Анамның жанды жарасын әйтеуір бір тырнап ауыртып кететін. Сондай кезде анам өшін апамнан алатын. Жылдар жылжып өте берді. Мен де бой жеттім, жоғары сыныпта оқимын. Апамның ұлы да мектеп жасына баратын уақытқа жетті. Ұлының мектепке киер киімін, портфелін даярлап қойса да, апамның уайымы мектеп қабырғасында ұлы қалай болар екен, аяушылықты білмейтін балалар жүрегін ауыртар ма екен деп уайымдап ұйықтап жатқан ұлының шашынан сипалап ұзақ түндерді көз ілмей оймен атыратын. Мен оянып кетіп апамды талай рет жұбатқам. Сен уайымдама, біз бармыз, балапанды ешкім ренжітпейді деп апамды құшақтайтынмын. Өз туған інілерім де жиен інімді қатты жақсы көрді. Шамалары жеткенше басқа балалардың ренжітпеуін қадағалайтын. Шілденің ыстық күні еді.
Біз шабындықтан шөп жинайтынбыз. Біраз шаруаны іні-сіңіліммен барып тындырып үйге келсем, анам апамды тағы да ұрып жатыр екен. Сол баяғы сүйрендеген бір әйел анама жиен немеренің кімге ұқсап келе жатқанын айтып ашуына тиген. Анам апамнан баласының әкесі кім айтты айт деп сабап жатыр екен. Мен өзімнің өжет мінезіммен арашаға түстім. Неге кешке дейін ұра бересің, болды ғой, осынша жылда айтпаған, енді тіпті айтпайды ғой деп едім. Анам ашуын менен алды. Апам үйден қашып шығып кетті. Мен алғаш рет қатты таяқ жедім. Кімге ашуланарымды білмей қора артына барсам, апам ұлын құшақтап жылап отыр екен. Сен неге айта алмайсың, неге мына азапқа шыдап жүрсің? Қашанғы шыдамақ ойым бар, кім ол соншама? Ол да істеген ісін неге мойнымен көтермейді деп тиген соққының ауыр екенін өз тәніммен сезген соң апамды иығынан ұстап сілкіп-сілкіп ашуланып шабындық жаққа кетуге бара жатып артыма қарадым. Апам тізесін құшақтап жылап бұрышта отырды. Ұлы үй жаққа жүгіріп кетті. Сәл ұзап бара жатып артыма тағы қарап едім. Апам біртүрлі көзқараспен маған қарап тұр екен. Сол көзқарас еш уақытта санамнан өшпей қалды. Сол көзқарастың ерекшелігін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Көзқараста аяныш пен қорқыныш, қимастық пен қоштасу, жақсы көру мен реніш қатар тұрғандай болды. Апам орнынан тұрыпты. Ұзын бойы әдемі келбетін айқын көрсетіп тұр. Ұзын бұрымы арқасында төгіліп тұр. Сондай сұлу болып көрінді. Мен апамның орнынан тұрғанын көрген соң әдетінше шаруаға араласады, алғаш рет соққы жеген жоқ деп ұзай бердім. Анама да апама да лағнет атқыр. Сол бір күн апамды иеленген еркекке де ашуым келіп үйден алыстай бердім. Біраз шөп жинап ашуым басылмай бірер сағат жүрдім. Алыстан жүгіріп келе жатқан сіңлімді көрдім. Оның арбасыз келе жатқанына тағы ашуландым. Ол ініммен бірге ат-арбаны айдап келіп, мен шөптерді басып үйге апаруым керек еді. Сіңілім егіліп жылап келеді. Не, ат босанып кетті ме дедім. Ат-арбадан ат шешіліп кетті ме екен деген оймен ашулы дауыспен. Бұлар кішкентай атты жеге алмай жылап келе жатқан болар деген ой келді. Сіңілім жақындағанда оның қорқынышты үрейлі көз жанарынан үйде бірдеңенің болғанын жүрегім сезді. Сіңілім бейшара мені құшақтап алып айта алмай өкіріп жылады. Не болды, айтшы, не болды деп едім. Ол қыса құшақтап дірілдеп айта алмай булықты. Оны жетектеп үйге қарай асықтым. Апам дегенді әрең айтты. Бас аяғынды не болды апама? Деп мен үйге жүгірдім. Мен үй артына қора жақтан кіргенде аулада топ адам бар екен. Аңырап жылаған анамның даусын естідім. Сұмдықтың болғанын сездім. Жүгіре басып топ адамды жарып өтіп ауланың қақ ортасына келгенде апамның ұзын болып жатқан денесін көрдім. Өзі ұзын апам одан ары ұзарып кеткендей. Апам өзіне қол салып қора артындағы ағашқа асылып қалыпты. Анам апамды менімен кетті деп іздемей өз шаруасымен жүре беріпті. Інім мен сіңілімді астандырып енді арбаға отырғызып шабындыққа жібермек болған екен. Көрші апайдың ойбайлап ұлын ертіп қора артына жүгіргенін көреді. Бәрі жүгіріп барса апам әлде қашан жан тапсырған екен. Анам өзін кінәлап, өзін жұлып аңырап отыр. Әкемді де жұмыстан алдыртыпты. Әкем қызына бір қарады да көзінен бір жас тамшы ағызбаған күйі мелшиіп отырды. Ертесі әкем жыламай шығарып салды. Өзі бейіт басына бармады, топырақ салмады. Біз жылап аңырағанымызбен апамыз оралмады. Мен өзімнің дәл сол уақытта апама ұрысқаныма өкіндім. Апам менің сөзімнен соң асылып қалғандай болды. Апам өлсем өз азабынан құтыламын деді ме екен. Бір жапырақ хатты жазбай ұлын ешкімге табыстамай кете барды. Апамның жерлігінен кейін көрші қолан ауыл адамдарының апамды ұлымен бірге құз басына барып неше мәрте тұрғанын айтты. Ұлы шырылдап жылап апам үйге қайтатынын да айтты. Сонда апам ұлымен бірге құздан құлап өлгісі келді ме? Олай жасай салу оңай емес қой. Титтей ұлын қалай өлтіреді, құзға қалай лақтырады? Неше мәрте өлтіре алмай үйге қайтыпты ғой. Ауылдастар көріп қалып жөн сұрап
ұрысқандары да бар екен. Апамның сол кездегі іс-қимылын көргендер, апамның әрекеті өмірден баз кешкен жан екенін сезгендей де болыпты. Әке-шешеме айта алмапты. Ауылдастардың сол айтқандарын естіп, апамның бұл қадамға біраздан бері дайындалғанын білдік. Мен түн батса, апа жанына түскен азапты бөліп ала алсам алар едім ғой. Сол еркек кім болды? Неге ол сені сонша азаптады? Сонда ол сенің қиналып жүргеніңді көрмеді ме? Ол еркек емес пе? Ол кім болса да мейлі отбасылы болсын, мейлі туысымыз болсын, неге істеген ісін мойындап, аз да болса азабынды бөліп алмады? Ол сырттан келген біреу ме еді? Ол ауыл адамы болса сенің күннен күнге азаптанып, күннен күнге қиналып жүргеніңді естіді ғой. Ол сонда етек көтере алатын ғана қорқақ еркек болғаны ма? Апа, сен сонша қорғаштап айтпай кеткен ит еркегің кім еді? Жынысының еркек болғаны болмаса, сол жауыздың несі еркек? Еркек деген аттан садаға кеткір деп жылайтынмын. Осылай апам жарық дүниемен қош айтысып кете барды. Жақ ашпай ұлының әкесінің кім екенін айтпай кетті. Апам өмірден кеткен соң біз бүкіл отбасымыз жиенімізді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоттырмай өсірдік. Анам арқалап жүріп бақты. Анамның өз азабы өзінде болды. Ол кісі апам тірі кезде сол қызының сондай жағдайға ұрынып қалғанын өзінен көрсе, асылып бақилық болғанын да өзінен көрді. Аллам ондай азап пен күнәні басымызға бермесін. Оны түсіну де сезіну де өте қиын. Әкем болса апамды кешірмей өмірден өтті. Әкемнің де өз азабы өзінде болды. Әкемнің жұрт алдында көзінен жас шығармай бедірейіп сұрланып жүргенімен, ел жоқ, жұрт жоқ жерде көкірегі қар сайырлардай болып егілгенін өз көзіммен көрдім. Әкем қызы үшін ешқандай да шара істей алмағанына күйінді. Ол кісі қызының абыройын шашқан адамды білсе тірідей көмер ме еді? Әкем қызынан жалынып, ол кім? Қызым, мен оған түк те істемеймін, сен тек ол кім екенін айтшы деп жалынып алдап та сұраған. Менің ақ-пақ қызымды қорлаған кім? Қызым, сен жалғыз емессің, ол өз жазасын алуы керек, ол істегенін мойнымен көтеруі керек деп те қолдау беріп сұраған. Апам аузын ашпай бүрісіп жылап отырып алған. Сен өзің сол еркекті тартқан боларсың, ұятсыз, ол кім деп ашуланып тартып та жіберген кезі болды. Әкем абыройының шашылып намысының тапталғанына қатты күйінді. Сол жауыз қолына түссе өз қолымен нақбуындырып өлтіре салардай болған. Апамның жақ ашпай сол жексұрынды айтпай кеткені әкеме өкпе болды. Ол кісі апамды кешіре алмады. Апамның жағдайынан кейін әкем қыздарына суып кетті. Өле-өлгенше мейірленіп қарамады, жылы сөз айтпады. Сол заманның ар үшін өліп тек жаны шықпай қалған адамның біріне айналды. Қайран әкем ерекше жақсы көретін қызы сондай қорлап қара бет қылып кеткенін кешірілмейтін өкінішке айналды. Амалсыз қызметін атқарып жүріп халық алдында басын көтере алмады. Дұшпан деген табан астында кез келген аяқтан шалар оңбағандар әкемнің рухын жығу үшін қызының жағдайын бетіне түкіргендей батыра айтатын. Артынан қалған жиенін сөз қылатын. Әкем сол азапты көтеріп жүріп қиналатын. Ашуын бізден алып аямай жұмысқа салып, көшеге шығармай, қонаққа жібермей ашуланатын. Тіпті алыс қалаға оқуға зорға дегенде әрең жіберген. Ескерту сөздерін жаудырып, осыдан шалыс бассаңдар өз қолыммен тірідей көмемін дейтін әкем. Әкем жиеніне қарап басын сипаған емес. Әйтеуір бір дастарханда отырып ас ішкеніне қарсы болмағанына анам шүкір деді. Талай жыл өтті. Ұмыт болмаса да апам өмірден өткен соң біздің отбасы бір арнаға түсіп өмір сүре бердік. Мен де есейдім, оқу оқыдым, тұрмысқа шықтым, балалы шағалы болдым. Бауырларым да өмірден өз орындарын тауып өмір сүріп жатты. Анам апамның ұлын қызымның көзі деп көп қиналып жүріп, еркелетіп, мәпелеп өсіріп, оқытып, ер жеткенде үйлендірді. Бірақ апам жасаған қателік сол жерден өшіп кетпеді. Ол қателіктің азабы алда екен. Жиенім ер жеткен сайын әкемнің інісінен аумайтын болды. Әкемнің ағайынды інісін сойып сол жиеніме қаптап қойғандай болды.
Жиенім жоғары сыныпта оқып жүргенде мұғалімдер оны көкеміздің балаларымызбен шатастыратынын айтты. Анам жиеніме қарап, енді ұқсайсың ғой, аталарын қандас қан болған соң тартасында деп күліп қоятынбыз. Көкем бізге жақын тұрды. Танымыз бірге атып, күніміз бірге бататын десек өтірік емес еді. Көкемнің әйелі жиеніміз есейген сайын көзін алмай қарап отыратын. Абысын, осы аққыз марқұм аяқ ауыр кезінде менің шалыма жиі қарап қойған ба? Бала іште жыбырлағанда кімге көп қарасан соған тартып кетеді деуші еді. Күннен күнге менің шалымды сойып қаптап қойғандай болып барады дейтін. Солай шығар, бөтен емес жиені ғой деп анам тез сөзді қысқартатын. Жиен інім мектеп бітіріп студент болып жүргенде де әже, мені жұрт көкеме қатты ұқсатады, соның баласысың ба деп бірден сұрайды деп жиі айтатын. Кейде солай ұқсатқан адамдарға да ренжитін еді. Сондай кезде анам менен үлкен апайларымнан шындарында айтындаршы, ана қайным біз жоқта сендерге тиісуші ме еді, ерсі қылық көрсетті ме деп сұрайтын. Жоқ анашым, жоқ, ол кісі бізді өзі қызындай көрді, еш уақытта жаман қылық көрсетпеді деп апайларым естеріне түсіретін. Ойпырмай, мына баланың күннен күнге соның аузынан түскендей болып ер жеткені маған күдік туғызады деп анашым ойланып отырып қалатын. Менен кейде қызым, сен айтшы, сен басқаларға қарағанда марқұм апана жақын болдың ғой, сен апанның көкене үздігіп тұрғанын көрдің бе, болмаса көкеннің апана жақындағанын көрдің бе дейтін. Анашым, мен ол уақытта кішкентай болдым, онда ештеңе байқамадым деп құтылатынмын. Көкем де еш сескенбестен басын тік ұстап, әкемізге тура қарап бір жасқанбай өмір сүрді. Әкем қызы үшін азаптанып көргенін көріп, о бастан ол кісі де қиналып жүреді. Біз жиен баланың уақыт өте келе көкеме ұқсап ер жеткеніне таң қалдық. Ауыл болған соң біраз өсек сөздер де болды. Сосын басылып кетті. Жиен ініміз біржола қалалық болып оқуын бітірген соң қалада қалды. Жұмысқа тұрды, үй алды, сосын үйленді. Ол өзінің бізге жиен екенін жақсы білді. Оған оқиғаны ашық айтпасақ та ол анасының қайтыс болғанын білетін. Әкесі алдап кетіп, анасы соған шыдамай өмірмен қоштасты деген ертегі құрастырып миына құйып қойғанбыз. Жиен інім анасының басына барып Құран оқып жүріп, ер жетіп үйленген соң сол азап қайта басталды. Жиенім алдымен қызды болды, қызының ақыл-есі дамымай, аяқ-қолы да дұрыс жұмыс жасамай бір түрлі болып өсті. Түрлі диагноздар қойып біраз жылдар жазылар деген үмітпен емханалардан есігін тоздырды. Араға 10 шақты жыл салып ұлды болып еді, ол ұлда дұрыс болмай шетінеп кетті. Бар бәлені экологиядан көріп, біраз жыл ем алып, тағы қызды болып, қыздың аяқ-қолы сау, денсаулығы мықты, тек ақыл-есі дұрыс емес болды. Үлкен қыз дұрыстап жүре алмайтын, кіші қыз шапқылап жүреді, бірақ еске сақтау қабілеті дамымай қалды. Сол кезде келін де жиенім де бұның себебін анықтауға күш салды. Ақыры анықталды. Жиен ініміз ортақ қаннан туған бала болып шықты. Жиенімнің әкесінің қаны мен анасының генетикасы бірдей болған. Ондайдан туған баланың не өзі, не әкесі екі қыздың диагнозындай болып туылады. Не адам болмай өліп қалатыны анықталған. Жиенімнің дені сау болғанмен оның қаны бұзылған. Генетикалық қанның бұзылғаны нақты анықталды. Міне, нағыз қателік азабы. Сонда не болып кетті? Сонда шынымен көкеміз апама тиісіп қойған ба? Бұл мәселе анықталғанда көкеміз өмірден озған. Сонда көкем бауырының бетіне қалай қарап жүрген? Сонда көкем өз қызымен қатар ағасының қызының етегін қай бетімен ашқан? Біз апамның неге аузын ашпай кеткенін енді түсіндік. Апам әкемді қатты жақсы көретін. Апам әкемнің өз бауырын өлтіріп алмасын деп айтпай кеткенін ұқтық. Сорлы апатайым, сен ертерек айтқанында бейшара ұлын өмірге келмес пе еді? Ол бала өмірге келген күннің өзінде өмірі қор болып болатынын білмедім бе? Енді міне, ұлың қор болып сенің қалдырған азабынды жалғыз өзі ғана емес, екі мүгедек қызымен арқалап жүр. Осы өмірдегі ауыр азап. Сонда көке апа, сендер сол жағдайға қалай ғана бардыңдар? Әлде ол бір сыртта болған қателік пе еді? Мен түсініп болмаймын.
Адам баласы күнә жасаса, жаратқан сол күнәнің азабын өзін тартпайсың, жеті ұрпағын тартады деген өсиетін естуім бар еді. Сонда көкем мен апамның күнәсін бүгінгі күні ұрпағы тартуда. Бұл жария ететін оқиға емес еді. Мен бұны міне жарты ғасыр асқан жасқа келіп ес тоқтатып даналықпен жазып отырмын. Қателік жасамайық ағайын. Апам мен көкем жасаған қателіктен тек апам ғана емес, әкем, анашым, отбасымыз қанша жыл қиналдық. Біз бауырлар сол масқараны еске алмайық, ұмытпайық десек, көз алдымызда жиеніміз жүр. Оны ұмыту мүмкін емес болды. Әкем кешіре алмай, оларсыз кім деп қиналып өтті. Анам өзін кінәлаумен өтті. Енді апамның ұлы екі қызымен азаптануда, ұрпақсыз. Өте ауыр. Мұндай ауыртпалықты ешкімге бермесін. Адам баласы нәпсінің болар-болмас ләззатына ластанбасын. Көкем екен деп айтқаным тексергенде көкемнің балаларының генетикасымен тең шықты. Апа, ең құрығанда бір жапырақ қағаз бұрышын неге жазып кетпедің? Сол адамды соншалық неге аядың? Сіздер талай ауыр сөздер жазарсыздар. Қызды қарау керек еді. Бәрі болып бояуы сіңген соң ұрудың не қажеті бар дерсіздер. Айтқандарыңыз жөн. Менің айтпағым қазіргі уақытта заманмен қоса адамда өзгеріп барады. Сол заманда менің ата-анам ар азабынан, намыстан өліп кетердей болып азаптанып өмір сүрсе, қазір қыздары оң босағада жүкті болып қалса қалыпты жағдайдай болатын болды. Ол аздай оп-оңай түсік жасатып, сосын бала сүйе алмай жүргендер қаншама. Ал қоқысқа тастаған балаларды айтудың өзі аянышты. Бұрынғы кезде қайтып келген қыз жаман деп қыздарды қалай тәрбиелеуші еді. Менің отбасымда осындай сұмдық жағдай болса да, біз қалған қыздар инабатты келін, асыл жар, ардақты ана бола білдік. Бауырларым да өз теңдерін тауып бақытты өмір кешуде. Тек бәріміздің жүрегімізге жара болып апамның тағдыры қалды. Әке-шешеміздің өте жақсы көреген жан болғандарынан бізге күйе жағылмады. Әке-шешем сол қыздарының масқарасын бетіне басқан жанмен бет жыртысып, қарғап-сілеп, жамандық тілеп ұрыспады. Тек іштей тынды. Ашуларын қыздарынан алды. Мүмкін ол қателікте болған шығар. Абыройлары айрандай төгілсе де, уақыт өте ата-анам өз қадірлерін жоғалтпады. Сырты бүтін болып күліп тұрып, іші түтін болып қан жылады. Ата-анам көздерінен қан шыққанша жасырын жылап, көз жастарын тауысты, оларды намыс күйдірді. Олар қыздарының сондай жағдайға тап болғанына өздерін кінәлап күйінді. Жеке отырып көкіректері қарс айрылардай болып күрсінгенде, ол күрсініс кім үшін екенін біз балалары білдік. Қазіргі уақытта қыздарын ажыратып алу, келіндерін апарып тастау, ортада шырылдап бала өсіп жатыр ма, аса қатты көңіл бөлмеуде көп. Сонда біз кім болып барамыз? Айналайындар-ау жандарым, жаным арымның садағасы деген ата ұранымыз не болды? Сіздер мүмкін менің апаммен болған жағдайды оқып отырып, сен айтпай-ақ қойшы дейтін боларсыздар. Мен әңгімемнің бас жағында жазған Facebook, Instagram желістерінен апамның жағдайынан сұрақысын оқығанда, YouTube'тан түрлі жағдайларды естіп, сол кейіпкерлердің сол болған оқиғаны еш қымсынбай ашып жазып, үтір нүктесіне дейін жасырмай, ұялмай айтқандарына таң қалам. Олардың жасағандарын мақтан етеді, ұялмайды, жасырмайды. Олардың арсыздығы апамның қателігінің қасында сұмдықтың сұмдығы ғой. Менің апамның сондай қателік жасай тұра жақ ашпай кім екенін жасырып, таяқ жеп, азаптанып кеткеніне жаным күйзеледі. Ол кісінің өле-өлгенше сол қателігіне өкінгенін көзіммен көрдім ғой. Баласы әлі азаптанып жүр ғой. Алдағы уақытта жиен ініме Аллам жар болсын, сабырлықпен көтерер күш берсін дегім келеді. Апам арының құрбаны болды деп айта алам. Мүмкін мен заманауи бола алмадым ба, мүмкін менде қате түсінік болар дегенмен өз ұрпағымды жандарын арларының садағасы болсын деп өсіріп жеткіздім. Жиен інім шындықтың беті ашылған соң бізбен араласпайды. Анасының басына да келмейді. Сырттай жиен ініміздің өмірінен хабардармыз. Бейшара інім екі қызын арнайы интернетқа өткізіп, келіншегі жасанды жолмен ұрықтандыру арқылы егіз ұл қызды
болып өз өмірлерін сүруде екен. Аптасына 2 күн қыздарына барып, өз азаптарымен өздері. Мен сағынып бір жолығуға барғанымда, жиен інім суық қарсы алды да, сіздер мені өз өмірлеріңізден өшіріп тастаңыздар. Мен сіздерді өшіріп тастадым. Мен сіздерге іні емес, жиен емес, мен шатақтан туған азап қара күйемін. Алла маған шын сүйген жар жолықтырып, келіншегім менен қашпай қасымда қалды. Мен соған шүкіршілік етемін. Аллам берген анамның азабы 2 қызымды тастамай өмір сүрем. Сіздер аулақ болыңыздар. Анау қарғыс атқан көкелерінің ұрпағы ерте ме кеш пе әкелерінің күнәсін арқалары анық. Аллам тек анама ғана азап жазбай көкелеріне де дайындаған сыйы бары анық деді де есікті нұсқады. Мен үндемей шығып кеттім. Жиен інім өте кекшіл әрі қатыгез болды. Мен жылап кетіп бара жатып, «Я Аллам, жиенімді басқа азаптамашы. Мен сен мейірімді, кешірімді едің ғой» дедім. Мен Құдайдан апайым үшін, көкем үшін жиі кешірім сұрап, ата-анамды да аяуын өтініп, жиен інімнің бақытқа кенелуін сұраудан жалыққан емеспін. Осы оқиғаны оқып отырып желіден ұқсас тағдыр жолықтырсам, шыны керек мен таң қалмаймын. Біз қазақ жаманымызды жасырып үйренгенбіз ғой. Солай жасырып жиендерін баласы етіп жазып алып ел ауыл көшіп кеткендер де бар шығар. Сол бір ар ұяты бар заманда менің апатайыммен тағдырлас жандар болмады десе сенбеймін, талайы болған шығар. Бишара қыздар шындықты айта алмай өмірмен қоштасқан шығар. Оқырман, мен сіздің жараңызды тырнап алсам кешірім өтінем. Несіне жаздың демеңіз, бұл өмірдің шындығы, нәпсінің ең жамануы. Бәрін бүркеп жаба бермей бір тағдыр болса да ашылсын. Оқырмандар, мен сіздерден бұрын өз бауырларым жазғырар, ренжір, жиен інім оқыса тіптен көрмей кетер. Мүмкін түсініп кешіріп араласар. Мен жиен інімнің ортамызға қосылғанын қалаймын, кешіргенін сұраймын. Тек жадыраған жүзін көріп бауырыма басқым келеді. Соны. Автор, құрметті оқырмандарым, дәл осы оқиға ащы шындық. Айтып отырған жан өкіне күйзеліске түсе отырып таусылып айтып берді. Иә, біздің елде де нәпсісін тыя алмай азаптанып қалған отбасылар бар екен. Жаңа ғасыр басталғалы бері тіптен үдеп барады. Әкесі қызымен, келіні атасымен, балдызы жездесімен көңілдес болып ұялмай жүретіндер де бар екен. Ары үшін қайран, ары үшін жанын қиған қайран қазағым, қайдан ғана осы сорға тап болдың. Авторы Женіскүл Тұрсынбаева.